Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пропорция. Бүгінгі сабақта сіздер пропорцияның негізгі қасиетін білесіздер және оны қолдана аласыздар. Сонымен қатар пропорцияларды ажыратып, оны құрастыратын боласыздар. Алдымен еске түсірейік. Пропорцияның негізгі қасиеті қандай еді? Мысалы, бізге А-ның Б-ға қатынасы тең болады С-ның Д-ға қатынасына деген пропорция берілсін. Пропорцияның негізгі қасиеті бойынша оның шеткі мүшелердің көбейтіндісі ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне тең болады. Ал енді осы пропорцияның негізгі қасиетін пайдалана отырып, біз пропорцияның белгісіз мүшелерін табу ережесін қарастырайық. Пропорцияның белгісіз шеткі мүшесін табу үшін, оның ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісін белгілі шеткі мүшесіне бөлу керек. Формуламен айтатын болсақ, яғни бізге x-тің b-ға қатынасы тең болады s-ның d-ға қатынасына деген пропорция берілген болсын. Байқап тұрсаңыздар, бұл жердегі x белгісізі пропорцияның шеткі мүшесі болып тұр. Ереже бойынша шеткі мүшені табу үшін біз ортаңғы мүшелері, яғни b мен s-ны көбейтіп, оны белгілі шеткі мүшесі d-ға бөлуіміз керек. Осыған сәйкес мысал қарастырайық, бізге x-тің 12-ге қатынасы 7-ның 10-ға қатынасына тең деген пропорция берілсін. Бұл жерде x белгісізі пропорцияның шеткі мүшесі, демек ереже бойынша біз ортаңғы мүшелері 12 мен 7-ні көбейтіп, белгілі шеткі мүше 10-ға бөлеміз. Бұл жерде 12 мен 10-ды қысқартып, оны 7-ге көбейтіп, біз x-тің мәні 8,4-ге тең екенін көреміз. Келесі ереже пропорцияның белгісіз ортаңғы мүшесін табу. Яғни пропорцияның белгісіз ортаңғы мүшесін табу үшін біз оның шеткі мүшелерінің көбейтіндісін белгілі ортаңғы мүшесіне бөлуіміз керек. Формуламен айтатын болсақ, А-ның x-қа қатынасы тең болады s-ның d-ға қатынасы. Көріп тұрсаңыздар, бұл жерде x енді ортаңғы мүше болып тұр. Ереже бойынша ортаңғы мүшені табу үшін біз шеткі мүшелері А мен D-ны көбейтіп, оны белгілі ортаңғы мүше с-ға бөлеміз. Ал енді осы формула бойынша келесі мысалды қарастырайық. Бізге 81-дің x-ке қатынасы тең болады 9-дің 4-ке қатынасы деген пропорция берілген. X бұл жерде ортаңғы мүше. Формулаға сай біз оны x-ті табу үшін 81-ді 4-ке көбейтіп, яғни 2 шеткі мүшесінің көбейтіндісін біз бөлеміз белгілі ортаңғы мүше 9-ға. Сонда есептеулерді орындай келе, яғни 81 мен 9-ды қысқартып, оны 4-ке көбейтіп, x-тің мәні 36 екенін аламыз. Сонымен біз сіздермен пропорцияның негізгі қасиетін қайталап, белгісіз мүшелерін табу ережелерін қарастырдық. Ал енді осыған байланысты келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма пропорцияның белгісіз мүшесін табайық. Бірінші мысалда қарасаңыздар, пропорция бізде бөлінді түрінде берілген. Яғни 6-ның x-ке қатынасы тең болады 36-ның 30-ға қатынасына. Бұл жерде x белгісізі бұл пропорцияның ортаңғы мүшесі болып тұр. Ал ортаңғы мүшені табу үшін сіздер білесіздер, ол 2 шеткі мүшесін көбейтіп, белгілі ортаңғы мүшесіне бөлгенге тең. Яғни біз x-ті табу үшін 6-ны 30-ға көбейтіп, 36-ға бөлеміз. Сонда сәйкес қысқартуларды орындап, x-тің мәні 5-ке тең екенін көреміз. Сонымен бірінші мысалдың жауабы, яғни белгісіз x 5-ке тең екен. Келесі мысал бізге 0,6-ның 4,5-ке қатынасы тең болады 2,4-дің x-ке қатынасына деген пропорция берілген. Байқасаңыздар, бұл пропорцияның алдыңғы пропорциядан ерекшелігі, бұл пропорцияның мүшелері ондық бөлшек түрінде берілген. Бірақ бұл жерде x белгісізі пропорцияның шеткі мүшесі болып тұр. Ереже бойынша тағы да шеткі мүшені табу үшін біз 2 ортаңғы мүшесін көбейтіп, оны белгілі шеткі мүшесіне бөлеміз. Яғни x-ті есептеу үшін біз 4,5 пен 2,4-ті көбейтіп, ол көбейтіндіні 0,6-ға бөлеміз. Сәйкесінше есептеулерді орындай келе, бұл жерде x-тің мәні 18-ге тең екенін көреміз. Сонымен бұл мысалдың жауабы x тең 18-ге. Келесі тапсырма бізге берілген пропорция 3x-тің 4-ке қатынасы тең болады 9-дың 20-ға қатынасына.
Аңғарсаңыздар, бұл жердегі белгісіз мүше, яғни 3х өрнегі көбейтінді түрінде берілген. Бұл жерде де біз ережені қолдана отырып, алдымен 3х көбейтіндісін табамыз. Яғни ереже бойынша 3х ол бізде шеткі мүше, белгісіз шеткі мүшені табу үшін ортаңғы мүшелері 9 мен 4-ті көбейтіп 20-ға бөлеміз. Сонда 3х-тің мәні 1,8-ге тең екенін көруге болады. Біз 3х-тің мәні қанша екенін таптық. Енді осы қарапайым теңдеуден х-тің мәнін табу үшін біз 1,8-ді 3-ке бөлеміз. Сонда х-тің мәні 0,16-ға тең екенін байқауға болады. Сонымен бірінші есептің жауабы х тең 0,16-ға. Келесі тапсырма 1,3-тен 1-дің 1,5-тен 1х-ке қатынасы тең болады 2,3-тен 1-дің 5,4-тен 1-ге қатынасына. Бұл пропорцияның ерекшелігі оның әрбір мүшесі аралас санмен берілген. Бірақ біз бұл жерде де ережені қолдана отырып, яғни белгісіз 1,5-тен 1х мүшесін, ортаңғы мүшені табу үшін шеткі мүшелері, яғни 1,3-тен 1-ді 5,4-тен 1-ге көбейтіп, осы көбейтіндіні 2,3-тен 1-ге бөлеміз. Сонда аралас сандарды көбейту ережесін пайдалансақ, біз бұл бөлшектің алымында, яғни әрбір аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сонда 1,5-тен 1х тең болады бөлшектің алымында 3-тен 4 пен 4-тен 21-дің көбейтіндісі, ал бөлімінде 3-тен 7 бөлшегі. Сәйкесінше есептеулерді орындап, біз теңдіктің оң жағында 7 көбейтілген 7-ден 3 өрнегін аламыз. Осы жерден 1,5-тен 1х-тің 3-ке тең екенін көреміз. Ал бұл теңдеуден х-тің мәнін табу үшін біз 3-ті 1,5-тен 1-ге бөлуіміз керек. Ал 1,5-тен 1 ол бізде аралас сан, оны бұрыс бөлшекке айналдырамыз, ол бізде болады 5-тен 6. Сонымен х-тің мәнін табу үшін 3-ті 5-тен 6-ға бөлеміз. Бұл бөлу амалы көбейту амалы арқылы есептеледі, сондықтан 3-ті көбейтеміз 6-дан 5-ге. Сонда х-тің мәні біз 2,2-ден 1-ге тең екенін көреміз. Сонымен бұл тапсырманың жауабы 2,2-ден 1. Келесі тапсырма теңдеуді шешейік. Бірінші берілген пропорция 7-ның 22-ге қатынасы тең болады 28-дің 3х қосылған 4-ке қатынасына. Байқап тұрсаңыздар, бұл пропорцияның белгісіз мүшесі күрделі өрнектен тұрады, яғни 3х қосылған 4. Демек, біз бұл жерде де ережені пайдаланып, алдымен 3х қосылған 4 өрнегін тауып алуымыз керек. Ол үшін біз пропорцияның белгілі ортаңғы мүшелерін 28 бен 22-ні көбейтіп, белгілі шеткі мүше 7-ге бөлеміз. Сонымен 3х қосылған 4-тің біз тең 88-ге екенін көруге болады. Сонда 3х қосылған 4-тің 88 бұл қарапайым теңдеу. Бұл қарапайым теңдеуді шешу үшін біз алдымен 88-ден 4-ті азайтамыз. Сонда 3х тең болады 84-ге. Бұл жердегі х-тің мәнін табу үшін 84-ті 3-ке бөлеміз. Сонда х-тің мәні 28-ге тең. Ендеше бұл есептің жауабы х тең болады 28-ге. Ал енді келесі тапсырма 3,125-тің 4х азайтылған 1,9-ға қатынасы тең болады 13-тің 0,4-ке қатынасына. Бұл пропорцияның ерекшелігі, бұл жерде оның әрбір мүшесі 10-лық бөлшекпен берілген. Бірақ біз бұл жерде де сол пропорцияның белгісіз мүшесін табу ережесін қолдана отырып, алдымен 4х азайтылған 1,9 өрнегін ереже бойынша өрнектеп аламыз. Сонда бізде ол тең болады 3,125 көбейтілген 0,4 бөлінген 13-ке. Теңдеудің оң жағындағы есептеулерді орындай отырып, біз байқап тұрмыз, 4х азайтылған 1,9 тең болады 0,1-ге екен. Ал бұл қарапайым теңдеуді шешу үшін біз алдымен 4х-ті табамыз. 4х тең болады 2-ге. Х-ті табу үшін 2-ні 4-ке бөлеміз, сонда оның мәні 0,5-ке тең. Демек, бұл есептің жауабы 0,5. Келесі тапсырма 4, 8, 10 сандары берілген, 4-ші санды тауып пропорция құрастырайық. Пропорция құрастыру үшін біз бұл жерде белгісіз мүшені х деп аламыз. Яғни, х пропорцияның белгісіз мүшесі болсын. Сонда, айталық, х және 4-ті пропорцияның шеткі мүшесі деп алатын болсақ, егер, ал 8 және 10 сандары пропорцияның ортаңғы мүшелері болады. Ал кез келген
қатынастардың теңдігі пропорция болу үшін оның негізгі қасиеті орындалу керек. Яғни шеткі мүшелерінің көбейтіндісі тең болу керек ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне. Осы қасиетті негізге ала отырып, белгісіз мүшені табу үшін біз шеткі мүшесін табу үшін ортаңғы мүшелерін көбейтіп, оны белгілі шеткі мүшесіне бөлеміз. Сонда x-іміз тең болады 8 көбейтілген 10 бөлінген 4-ке. Есептеулерді орындай келе біз x-тің мәнін 20-ға тең екенін көреміз. Сонымен белгісіз мүше ол 20 екен. Сонда пайда болған пропорция ол 20-ның 10-ға қатынасы тең болады 8-дің 4-ке қатынасына. Ал енді пайда болған пропорциядан жаңадан пропорция құрастыру үшін біз алдында айтып өткен жаңа пропорция құрастыру ережелерін қолданамыз. Ол үшін бірінші біз берілген пропорцияның теңдігінің екі жағындағы қатынастарды орындарын алмастырып жазамыз. Сонда берілген пропорция келесі пропорцияға түрленеді. Яғни 8-дің 4-ке қатынасы тең болады 20-ның 10-ға қатынасына. Осылайша басқа да ережелерін қолдана отырып, біз келесі пропорция 4-дің 10-ға қатынасы тең болады 8-дің 20-ға қатынасына деген жаңа пропорция аламыз. Келесі пропорция 20-ның 8-ге қатынасы тең болады 10-ның 4-ке қатынасына. Одан кейінгі пропорция біз берілген пропорцияның шеткі мүшелерінің орындарын ауыстыра отырып, жаңадан пропорция, яғни 4-дің 8-ге қатынасы тең болады 10-ның 20-ға қатынасына деген пропорция аламыз. Келесі пропорция 8-дің 20-ға қатынасы тең болады 4-дің 10-ға қатынасына. Және де бұдан да басқа жаңа пропорция ол 10-ның 4-ке қатынасы тең болады 20-ның 8-ге қатынасына. Және соңғы пропорция ол 10-ның 20-ға қатынасы тең болады 4-дің 8-ге қатынасына. Сонымен, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.